ортаға өзім осы кісіні шақыруға асығып отырмын. Динара, келе ғой. Динара, қал қалай? Жақсы, бәрі. Көңіл күйің қалай? Көңіл күйім жақсы. Сәкен қасында отырған болмаса, жындырылады адамды кәдімгідей. Енді Сәкен сонда енді үйренетін кезің келді ғой. Жалпы Динара, қазір енді өзің жайлы сұхбат жүргізіп, ара қатынасың жайлы сұрақ қоюға рұқсат па? Әрине. Жоқ, енді менің жеке өмірімде не қатыстарың бар деп айтама деп қорқып отырмын да кешегіден кейін. Менің жеке өмірім бәрі орын-орнымен. Жоқ, ең бастысы қазір рұқсатымды алып алсақ, өйткені қазір Алексей жайлы сұрақ қойсақ, жеке ара қатынастардың қалай дамып жатқаны жайлы сұрақ қойсақ, мүмкін ренжіп қаласың ба деп қорқып отырмын да. Ренжімеймін. Бір күдік болды ғой, күдік. Жарайды, ендеше Алексейді ортаға алып, мен содан кейін аудармашы рөлінде атқарам, әңгімені жалғастырайық. Алексей, келіңіз. Қош келдіңіз, Алексей. Добро пожаловать. Здравствуйте. Бізге қызығы, Динара, осы жұп болғаннан кейін алғашқы кездесулерің және кездесулер қалай өтіп жатыр, не қызық болып жатыр, не жаңалық болып жатыр. Вы в первый раз в студии после того, как сделали такой большой сюрприз, шаг, вы уже официальная пара. Есть ли какие-то изменения, развитие ваших отношений? Ну, конечно, есть. Какие? Мы очень часто видимся, встречаемся, все хорошо, стараемся укрепить наши отношения. Біз жиі кездесеміз дейді, ара қатынасымыз жалғасуда, және де әрине алға ұмтылып келе жатырмыз дейді. Қазір біз суреттеріңізді береміз. Динара, енді өзің әңгімелеуге тура келеді. Ол қандай өзгерістер, және де жақын туған туыстармен таныстың ба, достармен таныстың ба? Ой-бой! Екеуіңіз біріндей киініп алыпсыздар. Я вот спрашиваю, какие это изменения? Познакомилась ли Динара с вашими родными, близкими, друзьями? Еще нет. Еще нет. Планируете ли? Конечно, планируем. Планируете. Расыменде де бұрында тек қана жұмыс бабымен кездесетін болатынбыз. Ал қазір өзіміз киноға барып, тауға шығып деген сияқты сондай кездесулер, жақсы жылы кездесулер көбейді. Бізде бәрі жақсы. Енді екеуміз көптен дос болған соң, ондай түсінбеушіліктер өте аз болады. Аз, жоқ дейсіз. Иә, жоқ деп айтуға да болады. Енді көз тиіп кетпесе. Енді Алексейді өзіңнің туған туыстарымен таныстыруға жоспар бар ма? Әрине бар, қазір бірақ анам негізінен менімен тұрған осы Алматыда, ал қазір Атырау қаласына кетіп қалды. Атырауда? Иә, сондықтан әзірше мүмкіндік жоқ. Келетін ойы бар ма? Келеді әрине, иә, келеді. Ендеше біз де соны ескердік, және де анаңның Атырау қаласында екенін білеміз. Бірақ Атыраудан келгелі қай заман деп күтіп отырғанша, таныстықты қазір жүргізсек деген бір ниетіміз болды. Қазір бізде байланыс желісінде сенің анаң бар. Саламатсыз ба? Мама, сәлем. Сейчас у нас на прямой линии, получается, мама Динары. Мы решили спровоцировать и как бы ускорить ваши отношения, и знакомство будет сейчас проходить в студии. Вы же не против? Алексей қарсы емеспін дейді. Керемет. Жалпы бағдарламаны көріп тұрасыз ғой, иә? Көріп тұрамыз, иә. Көңіліңізден шығып жатыр ма? Шығады. Керемет. Енді Динара да біздің ең белсенді көрікті қатысушыларымыздың бірі. Динарадай қыз өсіріп тәрбиелегеніңіз үшін рахмет сізге. Және ең басты сұрақ, апай, бұл жерде енді Алексей келгелі бері бізге де хаттар келіп жатыр. Жалпы халықтың тарафынан да сұрақтар көп қойылып жатыр. Біздің бағдарламамыздың енді жалпы ұстаған мақсаты да жоспары, ол біз ешкімге шектеу қоймаймыз, және де егер жүрек қалауы болып жатса, Динараның өзі соны қалап жатса,
онда біз ешқандай кедергі болуға құқығымыз да жоқ деген ниет ұстанамыз. Сіздің осы тұста пікіріңіз қандай, және де осы Динара Алексеймен таныстырғысы келіп жүр екен, сізді қазір осы таныстық жүрсе деген ойдамыз. Енді негізінен әрбір ата-ана өзінің ұл-қыздарының өзі сынақ қосылып бақытты болғанын тілейді ғой әрине. Әрине мен де солардың қатарынан. Дегенмен енді басқа болса да өзіміздің Қазақстанның азаматы ғой. Және бірге жүріп, жұмыс істеп, бұрыннан бір-бірін білетін болғандықтан, және Динара енді өз жаңа өмірін осы адаммен жалғастырамын деп сенімді болып тұрса, мен енді ана ретінде, мен анасымын ғой, қарсы болмаймын әрине. Түсіністікпен қарауға тырысамын. Және енді бұл жерде Динара жас қыз емес, жас бала емес, әрбір өзі ақыл тоқтатқан, алды оң-солды білетін жаста ғой енді. Және ол әрқашанда өз қадамын әр кезде де жаңағыдай өлшеп, әрбір ісін таразыға салып барып шешеді. Сондықтан енді мен оған қарсы боламын деп айта алмаймын. Ол бақытты шығар, мен оған балта шаба алмаймын ғой. Әрине апай. Жалпы осы ара қатынас жалғаспас бұрын, басталмас бұрын сізге хабарласып ақылдасты ма қызыңыз? Әрине ақылдасты. Менің әке орнында әке, шеше орнында шеше. Дос сырлас болып келеміз ғой екеуміз. Сондықтан ол барлық сырын маған айтып отырады әр кезде. Және өзінің де енді жаңағыдай шешімдеріне мен ешқашанда қарсы бола алмаймын. Себебі ол енді өзінің де былай адамды нететін, былай танап білетін қасиеті бар. Және сенемін мен қызыма сырласып, әр қазір кішкентайынан сондай. Енді мен оның жалғыз анасымын ғой, жалғыз балам. Сондықтан мен толықтай енді оның айтқандарының бәріне қарсы шыға алмаймын ешқашанда. Түсінікті. Және де ана жүрегі сезімтал келеді ғой енді. Қазір экран алдынан көріп тұрған шығарсыз. Мен көріп тұрған жоқпын қазір, тек дауыстарыңызды. Естіп тұрсыз ба? Керемет, ендеше жақын арада әлеуметтік желілерге шығады, көресіздер. Бірақ енді айтайын дегенім, Алексейді былай танып үлгерген шығарсыз экраннан. Қандай жігіт екен, көңіліңізден шығып жатыр ма? Әрине шығып жатыр енді, қызымның қалауы ғой. Сондықтан енді оған келсем, былай жақындай таныс болмағанмен, сырт жағынан естіп біліп көріп жатырмын ғой, жақсы жігіт деп ойлаймын, әрине соған. Болған тілектестік қой, анасымын ғой. Түсінікті. Апа, енді қарсы болмағаныңыз бізді қуантады әрине, бірақ енді дегенменен Динараны ел таниды дегендей, сіздің өзіңізге осындай пікірлер келіп жатқан жоқ па? Қалай сонда қызыңыз деп? Әрине, мына жаңағы әлеуметтік желіде көптеген нашар тілектер пікірлер жазып жатыр ғой. Кейде Динара да маған айтады, мама соңғы кезде маған өте жаман сөздер жазып жатады дейді. Маған да жүрегіме тиеді, әрине кішкене нетіп аламын, жылап деген сияқты. Бірақ мен айтсам жаңа қызыма, сені жақсы көріп қалып, кішкене қинағандық болып ренжістер жазатын шығар, оған көп қинала берме деп, жаңа мұңайма, көңіліңді ешқашан түсірме деп айта басқа енді. Болады ғой ондай болғасын енді. Түсінікті, рахмет апай. Және де Динараның өзі де айтып кеткен еді, осы сіздің де тағдырыңызда осыған ұқсас бір жағдай болып соңыз? Сондықтан мен айтып кетейін, менің өмірімде де осындай ұлт мәселесі болып, сол кішкене қиындық болып, екеуміз екі жаққа кеттік қой. Мүмкін ондай екі жаққа кетпегенде Динараның бауырлары болып, толық семьялы қанда өсуі мүмкін еді. Сондықтан мен қызымның да менің келісімді кигенін тілемеймін. Мен бақытты бол деп айтамын қызыма. Қызым жаным көрмеймін. Бір айдан асып кетті, мұңайма, көңіліңді ешқашан түсірме. Мен сені қолдаймын, жаныңда бол. Халық түсінеді деп ойлаймын енді. Әрине, ең бастысы бұл енді Динараның өзінің тағдыры ғой, және де әр адам өз тағдырын өзі шешуге құқылы. Көңіліңіз босап отыр екен апай, әрине. Бірақ жылауға ешқандай себеп жоқ деп ойлаймын. Әрине енді ана жүрегі балам дегенде ерекше елжіреп кетеді ғой. Динара, анаң айтарың бар ма? Айтқанда күн сайын сөйлесеміз мамаммен. Айтып кеткендей кәдімгідей өте жақын. Өмірде негізі менің құрбыларым жоқ, ондай жақын құрбы жоқ деп айтуға да болады. Бірақ анаммен ең кәдімгі жақын маған барлық сырларымды айтатын кісі осы анам менің. Ешқандай жасырым жоқ ол кісіден.
ештеңе жасырмаған соң ол кісі де мені түсінуге тырысады үнемі. Сондықтан рахмет айтқым келеді, осылай мені әкесі өссем де осындай мені адам етіп, кәдімгідей жақсы тәрбие бергеніне рахмет айтқым келеді. Керемет, біз де рахмет айтамыз. Біздің қатысушылардың тарапынан қазір Динараның анасы тікелей байланыста, сұрақтарыңыз болса қоюыңызға мүмкіндік бар. Кім бар екен? Мүмкін Алексейдің сұрағы бар шығар. Алексей сейчас на прямой линии мама Динары, и она говорит о том, что абсолютно не против ваших отношений, так как сердцу не прикажешь, и как бы она не видит в этом какой-то большой проблемы. Есть ли у вас что сказать маме, вопросы какие-нибудь? Про Динару, допустим, какая она была в детстве? Про Динару, наверное, нет. Нет. Какие-то другие интересующие моменты? Я бы, наверное, сказал то, что хотел бы побыстрее познакомиться просто. Абай, Алексей, сізбен жеке бет-бе-бет тезірек танысқым келеді дейді. Жалпы жоспарда бар ма? Алматыға қашан жол тартасыз? бір айдың арасында барып қалады. Бір айдың арасында барып қалады. Ендеше біз сізді студиямызға шақырамыз, күтеміз. Міндетті түрде осы шалға келіп, осы таныстық, жүзбе-жүз таныстық, осы студияда өтсе, өйткені Динараның арақатынасы осы студияда басталды, жалғасында осы жақтан тапса орынды болатын еді, және сіз үшін де маңызды деп ойлаймын. Жалпы енді Динара үлкен қадамдар жасалып жатыр, бірақ енді жоспар деген болады ғой, адам баласы жоспармен жүреді. Бұл тұста енді жасың болса келіп қалды дегендей, осы той мәселесін тезірек асықтырып жатқан жоқсың ба? Алексейге бұны аудармай қойын, жеке өзара шешіп алайық. Асықтырып жатсың ба? Оныма негізі басында сондай ой салғанмын, енді маған күйеуге шығу керек, балалы болу керек деген сияқты. Енді ол жасым үлкеріп қалса да, бірақ та, түрім жас көрінсе де, бірақ та қалай айтсам болады? Түрім жас болса да, енді жас емеспін дейсің. Иә, жас емеспін, және де ана болуым керек, 30-ға дейін енді. Сәкенге сенің сырған ерекше жарасып отыр. Сәкен өзі бір, тағып көрсетші енді, ақыр тағып отыр екенсің. Сәкен әйтеуір олай, сондайға, білмеймін енді. Немдеге киіп отырсың ол сырғанның керек. Бұл тұста енді сондай ой салдың, нәтиже не болды? Ондай нәтиже енді көреміз дейді, бұл кісі анандай өзінің сөзіне тұрады да, үнемі айтса, соны істейді. Сондықтан қазір нақты айтқысы келіп тұрған жоқ шығар, енді ертең басып, өстіп айттың ғой деп айтатындай. Қазір менің білуімше үйінде ремонт болып жатыр. Дайындық бар. Дайындық бар деп ойлаймын енді өзім ішімнен, бірақ айтқан жоқпын. Бірақ күн сайын әйтеуір сол асығады соны бітіргенше. Анасымен таныстырғысы келетінін айтты ғой енді. Ол жақтың сол анасыны басқа туыстары танысқысы келеді. Сенімен танысқысы келеді. Керемет. Апай, рахмет сізге байланысқа шыққаныңызға. Уақытыңызды алмай қояйық. Айтарыңыз бар ма? Айтуға мүмкіндік бар сізге? Бірге сәттілік бәріңізге. Рахмет сізге. Мына студияда отырған қатысушы ұл-қыздарымызға дос қалуынан бақыттарын тапсын деп тілеймін. Әмин. Тапсын. Міндетті түрде тапсын. Рахмет апай. Студиямызда күтеміз сізді. Алматыға жол тартсаңыз міндетті түрде келіңіз бізге. Рахмет. Ал көріскенше ендеше. Көріскенше. Ал қонағымыздан осы тұста пікір сұрасақ. Енді өзіңіз көріп отырсыз, мысалы, жағдай осылай болып отыр. Динараның өзі де айтады, мысалы. Динара, өзің сен қаныңда қанша ұлт бар? Негізінде мамам таза қазақ, әкем де 3 қан бар, Ол өзбек, түркмен, және де тәжік бір кішкене бар. Өзбек, түркмен, Оның ата-анасы да аралас болып келген. Енді жағдайды көріп отырсыз, және де мысалы біздің бағдарлама жалпы осы өмірлік отбасы болып келген. Енді жағдайды көріп отырсыз, және де мысалы біздің бағдарлама